Қаншен келдік міне. Бір тамақ ішіп алайын дедік, ужин ішіп алмасақ болмайды. Күн қатты суық емес екен, нормальный дала. Мына жағымыз Қарағандыға қарай кететін. Мына жағымыз Алматы. Мына Volvo күшті екен, не? Түнгі 12-де тамақ ішейін деп жатырмын. Ойнап жүрген адам болса, ойнауға болады. Дальний енді өшірді ғой. Дәл жаныма келген кезде. Не деген адамдар түсінбейсің да. Кейбіреулердің дальний вообще туры дальний жақсы. Күн шықты ма деп қаласың ғой дұры. Жап-жарық қылып жібереді ғой. Қандай лампочка салатын? Мынау біздікі простой лампочка. Біреу линза сабаған, біреу билет дейді. Фаралар деген енді страшно. Вообще көзіңді айналдырып жібереді ғой дұры. Груз артып аламыз. Адамдарды айтамдай, ақбілесін, звондайсың, кемей, өйтіп тұрмыз, шашылып осылай. Екі машинаның алдында. Бұны артып береді, ан жақтан келесің, таратасың, оңай ма? Адамдарда кейіп әйтеуір тауарларын тез-тез ақ кетсе болады ғой, біздің уақыт ұстамай. Жоқ қой, жоқ. Қазір келем дейді, жоқ ауымен. Кейбір ұйықтап жатыр. Көтермейді телефон. Нам бәрін түсіріп тарату. Айнара міне есіктен да чықашпен байлаған ғой, өйтіп коробкалармен қысып қойдым енді. Мында ақ мешок жоқ менде. Мынау балғаш кішкентай мешок. Бітті, басқа да ақ мешок жоқ. Мына саршыған бағана кішкене бір екі шыққан. Емен Жұмабек әкетіп жатыр. Өзінің товарын. Емен Амантай екеуі тұр міне. Енді тез келсе осы кісі болсын. Асфальт салып жатыр. Жер су ғой, жер су. Асфальт жабыса бере ме? Бізден бір-екі күн бұрын гололед болған ол походу дала жер. Асфальттың үсті мокрыйда екен. Саршығаннан шықтық, Балқашқа қарай кетіп баратырмыз енді құдай қаласа. Алла жолымызды берсін әйтеуір, аман есен жетіп алайық деп кетіп баратырмыз. Сағат 4-тен 46 кетті. Уже қараңғы батты, масқара ғой. Күндізіміздің бәрін ұрлап әкетті ғой. Бәрін қойды, бірін айт дейді құрсын. Мынау күн суығанда сәләрканың болмағаны қызық болайын деп тұр ғой. Айтыңыздар, каз мой каз сәләрка жоқ дейді, паталону дейді. Не сомдық ол? Нағып жоқ ол. Бұл да газ құсап болмай бағасы көтерілейін деп жатыр ма? Өзі жұмыс жоқта. Оны қымбаттатқаннан не пайда деймді, жұмыс болмай жатқанда. Бәрі қымбаттайды әйтеуір. Бірақ осы ставкамыз өспейді біздің ешқашанда. Баға деген жоқ қой вообще, 0 ғой, 0. Қазір группаға заказ түсіп жатыр. Шымкенттен Алматыға дейді. 7 тонна деді ғой.
утра кіргізу керек екен, еще таңғы 4-те кіргізу керек екен Алматыға уақытпен. Еще бағасы 90 мың деді ма? Вообще ғой ондай жүк деген, позор ғой. Газель жүрмейді ғой олай. Газельдің бағасы ғой 90 деген еді. Қазір газельдердің өз 100-ге келіп жатқан шығар, наверное. 90 мың теңгеге оны алсаң, 60 мың теңгесі солярка құйсаң, 30 мың теңге не болды сонда? Қай жыртығыңды жамайсың 30 мың теңгемен? Саудагерлерде түсінбейсің ғой әйтеуір. Гүлшат 39 километр қалды дейді. Дата жоқ мына жерде де походу бармай үйіп жатыр ау деймін. Осындаймын. Не болып отыр ма? Военныйлар ма? Талпа өтіп отыр ғой. Мынау алдымызда тұрған машина қарама-қарсы тұрды жолдың шетінде. Ближний светін жақып қойған, аварикасы қосылып тұр. Білмеймін мен, тұрды жолдың шетінде. Мына аяқтан машина келіп жатыр, анаға моргать етіп батса, светін сөндірді, бана наоборот дальний светін жағып жатыр ғой. Бля, водительдер кішкене бір-біріңді уважать ету, өзіңді уважать ету ғой бұл жерде. Білмеймін, бір түсінбеймін. Қалай алдыңдар праваны сендер? Жолдың шетіне шықтың, авариканы қосып қойдың, патфарнегіңді жағып қойды. Ближний фараңды өшір, патфарнегіңді жағып қой. Қарсы келеткен машинаға сенің светің отражать етіп көрсетпейді жолды. Соны түсінбеймін. Наоборот моргать етсе, наоборот дальнейін жағады ғой. Қандай адам екенін түсінбеймін да. Міне, анау жерде машина тұр, моргать етіп. Анау дұрыс тұр да. Фарасын өшіріп қойған. Моргать етіп тұр аварикасымен. Фарасын өшіріп қойған. Вот солай тұру керек та, бөгет жасамай ешкімге. Мынау мен науры дальний, ближнейін жақып қойған, жарқыратып мұны. Қалай түсіп тұр көзге. Аварикасы қосылып тұр еще. Білмеймін, бір қалай айтасың мұндай водительдердің. Анау күртеден өтіп жаңбыр жауып бастады оны. Жаңбыр себелеп жатыр. Менен сұрайды да, анау газельден кейін қалай пятитонникпен жүрген деп. Ақша қалай көп тауып жатсың ба дейді. Мен айтамды, ақшам қалтама сыймай жатыр. Ақшамды санап үлгеремей жатырмын деймін де. Мынау фурадағылар, в общем, ақшаны андай машинкамен санайтын шығар деген ой кетіп жатыр ғой, короче. Сөйтіп айтсам қателесеміз ау. Әр машинаның өзінің табысы бар ғой. Бұйырған табасында. Қалай тіршілік жасайсың, қалай әрекет етесің, соған байланысты ақшаңды таба бересің ғой. Қандай машинамен жүрсең де, ол қанша табу одан байланысты емес ау. Негізі газель де жаман емес, жақсы. Қазір енді бірақ газельде постоянно 3 тонна груз табу өте қиын да. 3 тонналық груздар постоянно табу өте қиын. Жаңадан кіріп атсаң, тем более қиын да. Уақытпен жүреді де еще газельде. Сосын уақыт шыдамаймыз да біз ұйқыда. Жаман қатты жақсы көреміз ғой ұйқыны. Ұйықтамасақ болмайды. Ұйқы дегенді жаман қатты жақсы көреміз да. Бұдан пятитонникте де уақыт беретіндер бар енді. Мен просто түсінбеймін да уақыт беретін адамдарды.
азанда шығарып азанға кіргізу деген енді ол вообще ғой. Бірақ енді өзім алуға әлі шыққалы бір уақытпен өз алып көрмеппін да. И алуға да тырыспаймын да уақытпен. Газельмен жүрдік қой кезінде 7 жыл уақытпен айдап. Ешқандай бір не жоқ. Одан да асықпай жүрген жақсы да. Уақытпен жүргеннен. Сонда енді газельдің бір плюсы 2000 теңге газ құйып айдап кете бересің, ақшаң болмай қалса. Ол да енді Мерседесте 2000 теңгеге солярка құю деген не вариант қой вообще. 2000 теңгеге бір қанша литр кетеді. Минимум жоқ дегенде 10 мыңға құю керексің ғой солярканы, шештау бір жерге барып. Қала ішінде былай бір жүріп қайту үшін груз артатын болсаң минимум 20 мың теңгеге құю керексің. Бір жерде өшіп қалсаң итере салатын, сүйрей салатын машина емес та ол. Сүйреу үшін де кәдімгідей машина іздейсің. Сондай жақтары да бар. Бірақ енді жақсы машина. Мен машина düşеді. Осы өзім ұнайды өзім. Мына Мерседес фуралар кетіп жатыр. Тігәчлер.